достар, сіздермен бірге мен бүгін Жандыр. Мен бүгін тока-бока ойнайтын боламын. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз апай. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай, каникулдан келгендерің? Жақсы. Тесті ертең алайын, иә? Бүгін алуға уақытым бар. Так, жинап беріңдер. Қазір апай бәрін жинап алам. Аха, мына апай. Аха, болды. Рахмет. Апай, дәртқа барып келсем бола ма? Барып кел. Балалар, сендер сумкаларыңды өз алдарыңа қойып қоймай, сендерге бағанағыдай ашылды, көрдіңдер ма? Анандай шкаф бар ма? Кішкентай. Сәл орташалап, кішкентай емес. Я, соған іліп қоясыңдар сумкаларыңды. Түсіндіңдер ма? Я, апай. Апай, қазір іліп келейік пе? Аха. Кезек-мезектен барамыз. Менікі неме бәлелер нар? Іліп қойсам болды. Апай, іліп келдім. Не төртте отыржырам. Ахам. Таймазын бесте отырады екенмін. Енді көңіл күйлерім жақсы болып тұрма? Я. Біз бүгін логикалықтың күшті тапсырмасы ол Л деп аталады. Біз Л'ны бөлетін болсақ, сонда бізде қандай не шығады? 2 Л шығады. 2 Л шықпайды. Бізде Н шығады. Өйткені Н-ға келісіп беріп тұр. Өйткені аяғында біреу бар. Мына біреу бар. Түсініп алдыңдар ма? Я, апай, түсіндік. Жазыңдар ма сендер? Апай, я жазып алдым. Аха, онда неге қазақ тілін алыңдар? Аха, қазақ тілі алдық, апай. Қазақ тілінен не бердім мен? Ештеңе берген жоқ, сіз ереже жаттап келу бердіңіз. Аха, ережені кейін сұрайым, ахам. Біз үйге берем сендерге. Үйді қойық, үйге ертеңге менде матем. Ертеңге мен матем бере салайын, ахам. Неге? Ертең өзім бір жаққа кетіп тұрмын. Аха, жарайды. Матемнен көбейту, кесте жаттау. Түсіндіріп алдыңдар ма? Я, апай. Болды. Қазақ тілін өте. Қазақ тілінен кім шығады? Қысқа қой. Апай, мен шығам. Зат есім деп жазбай, З деп үтір қойып, Е деп жазамыз. Дұрыс, молодец, отыр. Етістік деген жаза салайын. Аха, етістікті Е деймізді. Етістік дей саламыз. Өткен неге соңында үтір. Молодец, өзімде жазайын деген. Білесіңдер ма оны? Я, білеміз. Аха, болды. Әдебиетті аламыз. Не қазақ тілінен де бере салайын. Әдебиеттен қазақ тілінен не танудан көркем еңбек бар ертең бізге. Сол үшін біз көркем еңбектен ертең кетпей қоя салайын. Сол үшін біз ертең көркем еңбектен сурет салып, пластилин алып келесіңдер. Аха, апай, рахмет. Неге рахмет? Көресің, көркем еңбек шықса көремді. Отыр кім? Айша. Аха. Әдебиетті алыңдар. Аха. Абай Құнанбаевты айтып. Кім айтады Абай Құнанбаевты? Апай, мен айтайыншы. Апай. Аха, шыға ғой. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай боптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен ғашық бол. 5 нәрседен асық бол. Адам болам десеңіз, түлең өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік. Болды. Жартысы бар еді ғой. Апа, жартысын жатып келе алмадым. Жарайды, отыр. Болдыңдар ма жаттағандарың?
тақырыбы ғылым таппай мақтанба деп жазылды. Ғылым таппай мақтанба. Жаздыңдар ма? Апай, тоқтай, мен жазбадым әлі. Апай, біз жаздық, төртеуміз. Айша жазбады әлі. Қайдан көріппісің оны? Мен жақын отырамын ғой оған. Болды ғой. Жазып ал, Айша, асықпай. Жазып болдым. Мынаны глобусты өтетін боламыз. Бізде бұл глобус Қазақстанды, Американы көрсететін глобус деп аталады. Ал бізде аяқта құймалар бар, құятын ыдыстары бар, сондайды бүгін өтетін боламыз. Мынандай бізде сары мен көкті ұстап отырмын қолыма. Енді қазір мен әшке тақпасын жазыспайды екен маған. Қазір мен бұларды бір жерге апаратын болам. Сөйтіп құямын бұны. Сөйтіп сендер қандай түс болады, соны айтасыңдар. Түсіндіңдер ма? Мен енді қандай түс таптырым? Көруге болмайды. Апай, сіз не қызғылт сары қосылған түсті тастап тұрсың. Тырс. Молодец, таптың. Осымен, достар, біздің видео аяқталды. Сіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Менің сіздерге кино ұнады ма, ұнамады ма? Тез подписатка етіңіздер. Мен сіздерді обязательно көретін боламын. Всем пока!